Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика канал. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз жалпы деректер қорын құру және оны жобалау. 10 сынып жалпы біздегі негізгі осы жерде 6 кезең туралы айтатын боламыз. Жалпы деректер қорын құрмастан бұрын біз оны жобалап аламыз. Жалпы жобалау негізгі 6 кезең бар. Ең бірінші кезең деректер қорының қызметін анықтау. Екінші кесте құрылымын анықтау, үшінші өрістер, төртінші кірістік өріс, кестелер арасынан байланыс. Одан кейін бізде сол кестені деректер қорын құру үшін программалық жабдықтаманы таңдау. Ең алдыңғы бірінші кезеңде біз не істейміз? Жалпы бірінші кезеңде бізде деректер қорының қызметін анықтауда біз жасаймыз жалпы деректер қоры не үшін қызмет етеді және оларды сол міндеттерді шешу үшін қандай деректер қажет екенін анықтаймыз. Екінші кестелердің құрылымын анықтаймыз. Например, бұл мезетте, например, қанша кесте құрылуы керек. Например, мектеп туралы деректер қорын құратын болсақ, значит, мектептің ішінде оқушылар туралы бөлек кесте болу керек, ата-аналар туралы бөлек кесте, мұғалімдер туралы бөлек кесте яғни жинақталу керек. Яғни осы туралы айтылған бұл жақта. Үшінші бұл жерде өрістер дегеніміз, яғни ол жерде қандай өрістер болу керек. Например, аты, тегі, ЖСН, сабағы, 90-дық бағасы деген сияқты, документтің номері деген сияқты мысалға мекен жайы әртүрлі өрістер болуы мүмкін. Және осы жерде әр кесте бір типті объектілер жиынтығы туралы ақпараттардан тұрады. Кестеге арналған өрістерді құру кезінде келесілерді есте сақтау керек дейді. Кестеде берілген объектілер жиынтығы туралы барлық қажетті ақпарат болу керек. Әрбір өріс басқа объектілердің жиынтықтары туралы емес, олардың нақты сипатына қатысты ақпаратты қамту керек. Ол міндетті түрде. Одан кейінгі кілтті өріс деген ол ключевое поле. Например, осы жерде кілттік өрісті жалпы кілттік өріс дегеніміз негізінде былайынан ключевой поле дейді. Яғни осы кезде бір-біріне қайталанбайтындай, мысалға бір-бірінен ажырататын бір қасиеті. Например, бір мекен-жай болатын болса, мекен-жай тура сол мекен-жайда мысалға бір емес, бірнеше адам тұруы мүмкін. Бір үйде мысалға бір мектепке баратын 5 адам болуы мүмкін. Яғни біз ол мекен-жай арқылы анықтай алмаймыз. Сол себепті бізде оларды айқындап тұратын мысалға өзінің бір ерекше бір қасиеті, ол кілттік өріс деп аталады. Яғни соларды айырып тұратын. Жалпы оған қазір тоқталатын боламыз. Осы кездерде көбіне негізі иін немесе табельдік сияқты какой-то бір жеке өзінің номері болады. Так. Төртінші емес, бесінші қасиет бұл жерде кестелер арасындағы байланысты анықтау. Бұл деректерді кестелер бойынша таратып, кілттік өрістерді анықтағаннан кейін әртүрлі кестелерді байланыстыру үшін схеманы таңдау керек. Ол үшін кестелер арасындағы байланысты анықтаймыз. Бұл байланыстар сұраныстарды, формулалар және есептерді құру кезінде пайдаланады. Бұл байланыстар жалпы байланыстың негізгі үш түрі бар. Ол inner и left, right join дегендер. Жалпы олар негізінде байланысады. Кілттік өріс арқылы болғандықтан байланысады. И алтыншы кезең бізде бұл программалық жабдықтаманы таңдау. Жалпы көбіне келетін ұбт-да негізінде кесте құрылымы, деректер қызметін анықтау, өрістер, кілттік өріс және кестелер байланысы, осы бесеуі көбірек келеді. Мынау негізі азырақ келеді, но бұл да алтыншы кезең болып саналады. Жалпы кілттік өріс дегеніміз негізінде біз кілттік өріске мына жерден тоқталайық. Кілттік өріс дегеніміз негізі бастапқы кілт немесе сыртқы кілт болып бөлінеді. Бастапқы кілт дегеніміз кестедегі жазбаны бірегей түрде анықтайтын өрістердің ең аз жиынтығы. Бастапқы кілттерді екіге бөліп қарастырсақ болады. Ол логикалық деректер қорындағы төл құжат номері, аты жөні немесе мекен-жай. Бұл жерде түсініңіздер, мекен-жай мына жерде негізінде любой мекен-жай саналмайды. Бұл жерде былай айтқан логичный деп айтты. Логикалық бұл, например, бір домда тұратын болса, бір дом мысалға бір ЖК мысалға Астана болсын. ЖК Астананың ішінде бірінші мысалға ол жерде бір ЖК Астана болса, бір үй, бір квартира бір-ақ рет қайталанады. Например, бірінші квартирада тұратын болса, екінші бір адам ол жерде тұра алмайды деген сияқты солайынан айтылған негізінде. Яғни логикалық кілт дегеніміз бұл біз жерде
табиғи, ал мынау туралы жасанды. Яғни табиғи дегеніміз осы негізі мекен-жай осы жерде қате деп айтып өзім ойлаймын, өз пікірім. Негізінде осы жерде осы логикалықта төлқұжат номері, ЖСН және де телефон номері деген сияқты болу керек деп ойлаймын. Себебі ол қайталанбайтын болу керек та, яғни ешкімде болмау керек. Сол кезде ол логично болады. Ал суррогатты кілт дегеніміз бұл жасанды кілт. Бұған негізі көбіне ID жатады, яғни жасанды түрде қайталанбайтындай қылып жазатын номеріміз. Например, бірінші адамға келді, бірді бердік, екінші адамға екіні, соответственно, порядок өзіміз орнатамыз. Бұл жерде жасанды түрде болады. Жалпы бастапқы кілттердің пайдаланудың мынандай артықшылығы бар. Бұл бізде ең алдымен жазбалардың бірегейлігі. Жазбалардың бірегейлігі дегеніміз, например, біз кестеде кілттік өрісті бірдей мәнмен бірдей жазбаларды енгізуге және сақтауға мүмкіндік бермейді. Например, қараңыздар, егер де ID 1 деп жазатын болсақ, екінші рет біз ID 1 деп жаза алмаймыз. Яғни бізге оны жасауға категорически мүмкіндік бермейді осы кілттік өріс. Келесі екінші нәрсе ол бізде байланыстар. Кілтті өрісті пайдалану арқылы біз кестелер арасында байланыс орната аламыз. Например, біздегі бастапқы кілт пен сыртқы кілтті пайдалану арқылы екі кестені негізінде біріктіруге болады. Үшінші бізде жылдамдығы, яғни кілттік өріс бойынша қажетті жазбаларды іздеуді және сұраныстарды орындауды тездететін индекс құрылады. Индекс дегеніміз, соответственно, іздеуді тездету үшін орындалатын қосымша бір кесте деген сияқты. Ретке келтіру, бұл значит, бұл кестедегі жазбаларды жалпы өсу ретімен және кему ретімен автоматты сұрыптау үшін бізде қолданылады. Жалпы кілттердің белгіленуі осылай. Кілт негізі бастапқы кілт және сыртқы кілт бөлінеді. Бастапқы кілт логикалық, суррогатты ЖСН, төлқұжат, номер телефоны, ал суррогаттыға ID жатады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға сау болыңыздар. To the city streets, we began to feel the fire.